Саламатсыздарбы окуучулар, сиздер менен бирге Айнур апай. Бүгүнкү видеодо 8 сынып алгебра пәнинин 3-тоқсандагы квадраттык функция тақырыбы боюнча БЖВнын биринчи нуска эсептерин талкуулайтын боламыз. Көрүп отургандарыңыздай, бул нускада келесидей 3 тапсырма берилген. Биринчи тапсырмасынан бастайык. Берилген f at x минус x минус 5тин квадраты косуу 10 функциясы үчүн келеси 5 тапсырманы орундоо керек экен. Берилген функциябызды жазып алайык. Ол f at x тең минус жакшанын ичинде x минус 5тин квадраты косуу 10. Енді квадраттык функциянын жалпы теңдөөүн жазып алатын болсак, ол y тең a көбөйтүү x азайтуу mнын квадраты косуу n түрүндө болот деп өткөн болатынбыз. Енді бизге биринчи тапсырмада парабола төбөсүн аныктаңыз деген a тапсырмасы деп коелук. Параболанын төбөсү a нүктөсү деп белгилетин болсак, және онун координаталары m және n нүктөлөрү болатын болса, биздин мына берилген теңдөөүбүздү функция аркылы сайкестендирип, mнин ордунда 5 турганын және n-нин ордунда 10 турганын көрүп турабыз. Олай болсо жазайык. m тең 5ке, ал n тең 10га. Сонда параболанын төбөсүнүн координатасы a нүктөсүнүн координатасы 5 және 10 болот экен. Келесі Б тапсырмасында параболанын симметрия осін таңдаңыз деген. Параболанын симметрия осі ол x тең mге тең болады, ал бізде m 5ке тең болғандықтан параболанын симметрия осі x тең 5ке болады. Келесі С тапсырмасында OX осымен кыйылысуу нүктөсүн табыңыз деген. OX осымен кыйылысуу нүктөсүн табуу үчүн мына f at x 0ге тең болуу керек. Яғни f at x 0ге тең деп аламыз. Яғни осының орнына 0-ды коямыз деген сөз. Енді теңдіктің оң жағынан бастап жазайық. Минус жакшанын ичинде x минус 5тин квадраты косуу 10 тең 0 деген квадраттык теңдөө чыгат. Енді осы квадраттык теңдөөдү шешемиз. Жакшанын сыртында минус тургандыктан айырманын квадратын жакшанын ичине ашайык биринчи, кателесип кетпес үчүн. Яғни x-тин квадраты болады, минус x пен 5-ті көбейтсек 5x, және 12-ке көбейтсек 10x болады. Косуу 5-тин квадраты 25. Жакшаны жабамыз. Косуу 10 тең 0ге. Енді жакшаны ашайык. Жакшаны ашсак, таңбанын барлыгы карама-каршыга ауысады. Яғни минус x-тин квадраты косуу 10x азайтуу 25 косуу 10 тең 0. Енді осы квадраттык теңдөөдү жинактап алайык. Минус x-тин квадраты косуу 10x минус 25 плюс 10 ол минус 15ке тең болады, тең 0. Енді бұл квадраттык теңдөөдү дискриминант аркылы шешемиз. Дискриминанттың формуласы b квадрат минус 4ac еді. Мәндерін орындарына коятын болсак, b-нын орнында 10 тур, сондықтан 10-нын квадраты, формулада азайтуу 4, көбейтүү a-нын орнында минус 1 жазамыз көбейтіп, көбейтілген с-нын орнында минус 15. Енді 10-нын квадраты дегенimiz ол 100. 3 минусты бір-біріне көбейтетін болсақ, минус таңбасы шығады. Өйткені міне минус пен минус плюсты береді. Сол плюсты мына минусқа көбейтсек, минусты береді. Енді 4-ті 1-ге көбейтсек 4, және 4-ті 15-ке көбейтетін болсақ 60. Сонда дискриминант 40-қа тең болады екен. Дискриминант 0-ден үлкен болып тұр, олай болса теңдеуіміздің екі жауабы бар. x1, x2-ні табамыз. Оның формуласы минус b плюс минус түбір астында дискриминант бөлу 2a. Енді мәндерін орнына қоятын болсақ, жаңа b 10-ға тең болды дедік, яғни формулада минус бар, минус 10 болады. Плюс минус түбір астында дискриминанттың мәні 40-қа тең, 40 деп жазамыз, бөлу 2a, яғни 2-ні көбейтеміз минус 1-ге, өйткені a минус 1-ге тең. Енді осыны есептейтін болсақ, минус 10 плюс минус түбір астында 40-ты 4 көбейту 10 деп жазсақ болады. Сол кезде 4-ті 1-дің астынан шығады да 2 түбір астында 10 болады. Бөлінген минус 2. Енді екеуінен де ортақ көбейткіш минус 2-ні жакшанын сыртына шығаратын болсақ, жакшанын ішінде 5 плюс минус түбір астында 10 қалады. Және бөлу минус 2. Минус 2 мен минус 2 қысқарып кетеді бір-бірімен. Сонда
x1 x2-ның екі жауабы шығады. Бірінші жауабы 5 плюс түбір астында 10, ал екінші жауабымыз 5 минус түбір астында 10 болады. Тапсырмада OX осымен қиылысу нүктесін табыңыз деген. Олай болса, біз жауабын жазамыз. Яғни OX мен екі нүктеде қиылысады. Біріншісі 5 қосу түбір асты 10, бұл x-тегі мәні, және y-те ол 0 болады. Және екінші нүкте ол 5 азайту түбір астында 10, бұл x-тегі мәні, және y-тегі мәні 0 болады. Келесі D тапсырмасына келетін болсақ, бұл жерде OY осымен қиылысу нүктесін табыңыз делінген. Ол үшін x-ті 0-ге теңестіріп аламыз. Сонда f от x-ті табатын болсақ, x-тің орнына 0 қойып шығамыз, минус жақшаның ішінде 0 азайту 5-тің квадраты қосу 10, ол тең. Жақшаның ішінде минус 5 шығады, минус 5-тің квадраты 25-ке тең, бірақ жақшаның сыртында минус тұрғандықтан ол минус 25 қосу 10 болады. Сонда мәні минус 15-ке тең. OY осымен қиылысу нүктесінің координатасын жазатын болсақ, ол x-те 0-ге тең, өйткені біз міне x-ті 0 деп алдық, ал y-те минус 15-ке тең болады. Енді келесі тапсырма E тапсырмасында бізге осы функцияның графигінің эскизін салыңыз дейді. Ол үшін бізге координата осі керек. Мынау бізде x осі, мынау y осі. Қажетті мәндерді осы координата осіне шамалап саламыз, өйткені біздің тор көздеріміз жеткіліксіз бұл жерде. Бірінші координатаның төбесі, параболаның төбесі, ол бізде 5 және 10 болған. X-те 5-ке тең, Y-те 10-ға тең. X-тегі шамамен 5 деп мына нүктені алайық, 5, ал Y-те мына нүктені шамамен 10 деп алайық. Яғни міне 5 және 10 нүктесі мынау A төбесі параболаның. Келесі бізге қажеті ол OX өзімен қиылысу нүктелері. OX өзімен қиылысу нүктелері 5 қосу түбір астында 10 және 5 азайту түбір астында 10 болды. Бұны да шамалап алайық. Мысалы үшін мына нүкте бізде 5 азайту түбір астында 10 болсын, өйткені бұл кіші сан ғой. Ал мына жақта 5 қосу түбір астында 10 деген нүкте болсын. Ендігі керек мәлімет ол Y осімен қиылысу нүктесі, ол 0-де минус 15 дедік. Міне Y-тің бойында x 0-ге тең болған кезде шамамен мына жерде минус 15 тұр деп алайық. Осы нүктемен қиылысу керек екен. Енді осы мәліметтер белгілі болса, эскизін саламыз. Парабола бізде төмен қарай қарайды, өйткені A-ның мәні минусқа тең болып тұр. Және ол бізде бір-біріне симметриялы болғандықтан, симметрия түрде былайынан мәнін аламыз. Және параболаның тармақтары бір-біріне симметриялы болғандықтан, осы сол жақтағы тармағына симметрия қылып, оң жағына да параболаның екінші тармағын саламыз. Шамамен эскизіміз осылай болады екен. Келесі екінші тапсырмамыз y(x квадрат азайту 3x қосу 4 функциясы берілген. Және бұл жерде екі тапсырма бар. А тапсырмасынан бастайық. Бұл жерде x-тің орнына минус 7 және 4-ті қойған кезде функцияның мәндерін табыңыз дейді. Олай болса жазайық. f x-тің орнында минус 7 болған кезде мына функцияға x-тердің орындарына минус 7-ні қойып шығамыз. Олай болса минус 7-нің квадраты азайту 3 көбейту минус 7 x-тің орнына қойдық, қосу 4. Минус 7-нің квадраты ол 49, минус 7 мен минус 3-ті көбейтсек плюс 21 болады, қосу 4. 49-ға 21-ді қоссақ 70, оған 4-ті қоссақ 74 болады. Келесі x-тің орнына енді 4-ті қоямыз. Яғни 4-тің квадраты азайту 3 көбейту 4 қосу 4. 4-тің квадраты дегеніміз ол 16, азайту 3 пен 4-ті көбейтсек 12, қосу 4. 16-дан 12-ні азайтсақ 4 болады, 4-ке 4-ті қоссақ 8 болады. Сонда А тапсырмасының жауабын келесідей түрде жазаламыз. Яғни x минус 7 болған кезде y тең болады, және екінші нүктеміз x 4-ке тең болған кезде y 8-ге тең болады. Келесі b тапсырмасына келетін болсақ, функцияның графигі m және 14 нүктесінен өтетіні белгілі болса, m-ді табыңыз деген. Яғни өтетін нүктелеріміз m және 14 екен. Осы жерден бізге m-ді табу керек.
Берілген координатада бірінші x-тің мәні тұрады, одан кейін y-тің мәні тұрады. Яғни x-тің орнында қазір бізде m тұр, y-тің орнында 14 тұр. Яғни мына функциядағы x пен y-тің орнына осы мәндерді қоямыз және олардың орындарын ауыстырып жазамыз. Яғни x квадрат, x-тің орнына m-ді қоямыз дедік, олай болса m квадрат азайту 3m қосу 4 ол тең, y-тің орнында 14 тұр, 14-ке тең деп жазамыз. Енді осы квадрат теңдеуді шешеміз, олай болса m квадрат азайту 3m қосу 4, енді 14-ті теңдіктің сол жағына өткіземіз, ол минус 14 болып келеді, тең 0-ге. m квадрат азайту 3m плюс 4 минус 14 ол минус 10-ға тең болады, тең 0-ге. Бұл квадрат теңдеуді дискриминант арқылы шешеміз. Дискриминанттың формуласы b квадрат минус 4ac. Мәндерін орнына қоятын болсақ, b-ның орнында минус 3 тұр, яғни минус 3-тің квадраты минус 4 көбейту a-ның орнында 1 көбейту с-ның орнында минус 10. Минус 3-тің квадраты 9-ға тең. Мына 2 минус 1-1-мен көбейтіліп плюс болады. 1-ді 4-ке көбейтсек 4, 10-ны 10-ға көбейтсек 40, сонда 49 шығады. Осы жерде 49 дегеніміз ол 7-нің квадраты деп жазып алсақ болады. Яғни теңдеуіміздің екі мәні болады. m1, m2-ні табамыз. Оның формуласын жазып алатын болсақ, минус b плюс минус түбір астында дискриминант бөлу 2a деген формуламен шығарамыз. Мәндерін орнына қойсақ, b-ның орнында минус 3 тұр, және ол мына минуспен плюс 3 болып кетеді. Яғни 3 плюс минус түбір астында 49 деп жазайық, ол 7-нің квадрат екенін білеміз, және көбейту 2a, a-ның орнында 1 тұр, яғни көбейту 1 дейміз. Сонда 3 плюс минус 49 түбір астынан 7 болып шығады, өйткені 7-нің квадраты дедік, бөлу 2. Енді осы жерден мәнін табатын болсақ, екі түрлі мәні шығады. m1 3-ке 7-ні қоссақ 10, оны 2-ке бөлсек 5 болады, ал екінші мәні 3-тен 7-ні азайтсақ минус 4, минус 4-ті 2-ке бөлсек минус 2 болады. m-нің екі түрлі мәнін таптық, яғни есептің жауабын жазатын болсақ, бұл функцияның графигі екі нүктеде өтеді екен, яғни біріншісі ол 5 және 14 нүктесінде өтеді, және екінші нүкте ол минус 2-де 14 деген нүктеде өтеді екен. Келесі үшінші есеп, жүргізуші парабола тәріздес туннель арқылы жүк машинасымен өту қажет. Жүк машинасының биіктігі 7 метр, ал ені 4 метр. Өлшем бірлігі метрмен берілген. Екі тапсырма бар. Бірінші тапсырмада туннель формасын беретін квадраттық функцияны анықтаңыз деген, осы тапсырмадан бастайық. Мінекей туннель парабола тәріздес берілген. Квадраттық функцияның жалпы теңдеуін жазып алайық. Ол y тең a көбейту x минус m квадраты қосу n-ге тең. Енді параболаның төбесін анықтайтын болсақ, ол a нүктесі деп аламыз. Оның координаталары m және n болады. Есептің берілгенде біз көріп тұрмыз, координатасы 0 және 8 деген нүктеде. Яғни m нүктесі 0-ге тең, ал n нүктесі ол 8-ге тең. Және параболамыз тармақтары төмен қарай қараған, олай болса a-ның таңбасы минусқа тең. Сонда теңдеуді жазсақ, y тең минус a көбейту x азайту m-нің орнына 0-ді қоямыз. Квадраты қосу n-нің орнына 8-ді қоямыз. Өйткені жаңа біз оның төбелерін тапқанбыз. Сонда y тең минус a көбейту x-тен 0-ді азайтсақ, x-тің өзі қалады, яғни x квадрат қосу 8 болады. Енді бізде a белгісіз, осы a-ны табу үшін қараңыздар. Мына параболаның қиылысқан нүктелер бар. Мынау x осі деп тұрмыз, ал мынау y осі. Екі нүктеде қиылысады. Мына нүкте және мына нүктеде. Олардың координаталарын жазатын болсақ, бірінші қиылысатын нүктесі x минус 4 болған кезде y 0, және екінші нүктесі ол x 4 болған кезде y 0 деген осы екі нүктеде қиылысып тұр параболамыз. Осы x пен y-тің орнына осы мәндерді қою арқылы a-ны табамыз. Ендеше жазайық. Y-тің орнына 0 қоямыз, өйткені y 0-ге тең, ол тең минус a көбейту x-тің орнына айырмашылығы жоқ, минус 4-ті қоямыз ба, 4-ті қоямыз ба, екеуі де бірдей сан шығады. Минус 4-ті қоя берейік, минус 4-тің квадраты қосу 8. Сонда 0
тең минус а көбейту, мына жерде минус 4-тің квадраты ол 16-ға тең, қосу 8. Сонда минус 16а қосу 8 тең 0 деген теңдеу шықты. Осы жерден аны табамыз. Минус 16а ол тең минус 8-ге. Сонда а тең минус 8-ді бөлеміз минус 16-ға. Екі теріс сан бір-бірімен бөлінген кезде оң сан шығады. 8 бен 16 қысқарып, 2-ден 1 шығады. Яғни туннель формасын беретін квадраттық функцияны жазатын болсақ, y тең минус, аның алдында минус бар. Енді аның мәнін жазамыз, ол 2-ден 1, x квадрат, ары қарай мәндерін қойып жатырмыз, қосу 8. Бұл туннельдің формасын беретін квадраттық функция. Келесі Б тапсырмасы, жүк машинасы осы туннельден өте ала ма? Жауабын негіздеңіз делінген. Жүк машинасының ені берілген, ол 4 метр. Қараңыздар, 4 метрді дәл міне мына ортадан бастаймыз. Былай қарай 2 метр, және былай қарай 2 метр деп алатын болсақ, барлығы 4 метр болады. Сонда мына жер плюс 2, мынау минус 2 деген санға сәйкес келеді ғой. Яғни осы нүктелерді енді мына функцияға қою арқылы оның y-дегі мәндерін табамыз. Олай болса жазайық. Y тең минус 2-ден 1, x-тің орнына не минус 2-ні немесе 2-ні қоямыз. Минус 2-ні қоя берейік, яғни минус 2-нің квадраты қосу 8. Ол тең. Енді қарайық, минус 2-ден 1 көбейту, минус 2-нің квадраты ол 4-ке тең, қосу 8 тең. Мына жерде 2 мен 4-ті қысқартып жіберсек болады, 2-нің орнында 1 қалады, 4-тің орнында 2 қалады. Сонда минус 2 қосу 8 тең 6-ға болып шығады. Яғни бұдан түсінетініміз, балалар қараңыздар, минус 2 болған кезде парабола мен бұл нүктенің қиылысуы y-де 6 деген мәнге ие. Яғни міне былайынан келеді. Және плюс 2-ні қойсақта дәл осы нүктеде қиылысады. Яғни 6 деген нүктеде. Ендеше біздің жүк машинамыз биіктігі 6 метр болса, осы туннельден өтетін еді. Ең биік болатын биіктігі осы 6 деген сөз. Ал біздің жүк машинамыз 7 метр болып тұр. Яғни бұдан биік тағы да. Ендеше ол туннельден өте алмай қалады ғой. Өйткені міне 7 болса мына жер болады. Және оның пішіні тіктөртбұрыш тәрізді дедік. Яғни мына ұштары мына жерінен өте алмай қалады екен. Сондықтан есебіміздің жауабын жазған кезде біз өте алмайды деп жазамыз. Балалар, осымен бүгінгі қарастыратын есептеріміз аяқталды. Есептердің шығарылу жолы түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға да жіберіңіздер. Ал мен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр апай, оңай математика каналы.